Бұл видеода липидтер туралы айтатын боламыз. Біз көбінесе липидтерді майлар деп ойлаймыз, және бұл қате түсінік. Майлар липидтер, бірақ липидтер майлар емес. Липидтер суда ерімейтін, көбінесе биологиялық жүйелерде кездесетін молекулалар класы деген анықтама дұрысырақ келеді. Біз оларды тікелей гидрофобты деп айтпаймыз. Гидрофобты дегеніміз ол молекуланың суға тартылмайтындығын білдіреді. Сонымен липидтерде суға жақындағысы келмейтін гидрофобты бөліктерде, суға тартылатын гидрофильді бөліктер де бар. Егер олардың ағзадағы рөлі туралы, яғни май молекулалары жайлы айтатын болсақ, олар энергия қоры болып табылады. Мен ішіме қараған сайын, менің 6 шаршы бұлшық етімді қаптап тұрған қабаттағы барлық энергия туралы ойланып кетемін. Олар жасушааралық сигналға қатыса алатын еді. Болашақтағы видеоларда денеміздің бір мүшесінен екінші мүшесіне сигнал тасымалдайтын гормондар туралы айтатын боламыз. Және көптеген гормондар липидтерден тұрады. Мембраналарда да липидтер бар. Біз қазір жасушалық мембрана және олардың фосфолипидтерден қалай құралғандығы туралы айтайын деп жатырмыз. Және біз фосфолипидтердің судан қашқысы келетін және суға тартылатын бөліктері жайлы талқылайтын боламыз. Бұл мембрана үшін өте жақсы құрылым. Майлар тақырыбына қайта оралайық. Кейбір липидтердің қалай бейнеленетініне назар аударайықшы. Бұл май молекуласының бір молекуласы. Бірақ біздің негізгі құрылымымыз осы 3 май қышқылдары. Мынау бір май қышқылы, мынау екінші бір май қышқылы, мынау үшінші бір май қышқылы. Және олар глицеролға жалғанған. Сіздер ол туралы органикалық химия сабақтарынан дәріс алатын боласыздар. Бірақ сіздер триглицерид сөзінің қайдан шыққанын білулеріңіз керек. Ол 3, яғни 3 май қышқылын және глицерид, глицеролды білдіреді. Сонымен май сөзінің екінші атауы триглицерид. Не себепті триглицеридтер суда ерімейді? Мына жердегі ұзын көмірсутек тізбектеріне қараңыздар. Бұл жерде тек көміртегілер және сутегілер бар. Суда еритін молекулалар полярлық молекулалар болып табылады. Яғни олардың бір ұшында, немесе басқа ұшында жартылай заряды бар. Немесе олар толық зарядқа ие. Бірақ біз көмірсутек тізбектеріне қарағанда олардың еш жерінде жартылай зарядтар жоқ екендігін көріп тұрмыз. Сондықтан олар суда ерімейді. Онымен қоса май сөзімен байланысты қаныққан немесе қанықпаған майлар туралы естіген боларсыз. Шынымен де бұл атаулар көмірсутек тізбектерінде не болып жатқандығын көрсетеді. Егер көміртегілер барынша көп сутегілерге байланысқан болса, демек біз қаныққан майлар туралы айтып жатырмыз. Яғни олар сутегілермен байланысқан. Егер ондай байланыс болмаса, қос байланыстардың арқасында көміртегілер көбірек сутегілермен байланыса алатын тізбектер, яғни байланыспаған, бірақ байланыса алатын тізбектер қанықпаған деп саналады. Бәлкім, болашақтағы видеоларда біз қаныққан және қанықпаған майларға қатысты денсаулық мәселелері туралы айтатын боламыз. Кейбір мәдениеттерде май жаман атқа ие. Ондағы адамдар 6 шаршы бұлшық етін өсіруге тырысады. Бірақ біз май болмаса өмір сүре алмайтынымызды түсінуіміз қажет. Кейбір витаминдер мүлдем суда ерімейді. Яғни оларды біз липид десек те болады. Сол витаминдер ағзаға дұрыс сіңу үшін майды қажет етеді. Осыған дейін айтып кеткенімдей, барлық липидтер майлар емес. Липидтер үшін көптеген мысалдар бар. Және мен олардың молекулярлық құрылысы туралы тереңірек айтқым келеді. Олардың барлығында суда ерімейтін ұзын көмірсутек тізбегі бар. Бұл бөліктері гидрофобты болады. Мен мидың миелин қабығында болатын сфингомиелин жайлы қызық нәрсе айтқым келеді. Ол нейрондарға электрлік оқшаулану жағынан көмектеседі. Сонымен қатар ол мембранада да бар. Мембраналардағы фосфолипидтердің басым бөлігін құрайды. Сфингомиелиннің онымен қоса гидрофильді бөлігі бар. Кейінірек байқағанымыздай, сфингофосфолипид молекулалары мембрана үшін жақсы құраушылар болып табылады. Олардың суға тартылатын бөлігі сыртта орналаса алады
және суға тартылмайтын бөлігі іште орналаса алады. Және осылайша көлденең кесіндіде осыған ұқсайтын мембраналарды құрай аласыз. Мына дөңгелек бөліктері судың айналасында болғысы келетіндерден, яғни гидрофилді, ал мына құйрық бөлігі судан қашатын гидрофобты тізбектерден тұрады. Және шындығында да, егер жасуша мембранасын үлкейте берсеңіз, осындай нәрсені көретін боласыздар. Мен осы жерден бітіргім келеді. Біз расымен де липидтер, көмірсутектер, ақуыздар, нуклеин қышқылдары секілді биологиялық жүйелердің арасында болатын негізгі макромолекулаларды қарастырдық. Қайталап жіберейік, оларды неліктен макромолекула деп атайды? Себебі олар көп атомдардан тұрады, және олар кішкентай молекулалар емес.